жоқ, мен сенімен сөйлескім келмейді, қызым жоқ дегенге әкеліп отырған жоқ. Және де Хамосин айтып жатсың ғой, оларда барлығы жақсы болды ма сол кезде, жақсы болмады ма дегендей. Неге деймін да, арақатынас кішігірім, вот кішкене ғана бір андай какие-то проблема басталған кезде, ер азаматтардың осындайсы бар да, көп ер азаматтардың сразу же зачем-то утешение бір қайдағы жоқ қыздардан іздей бастайды. Оның барлығы дұрыс емес. Мен ойлаймын, что ол опасыздық және сатқындық. Және Диана ханым жаңа ана барлығын оқып жатыр ғой. Мен кішігірім Нұрдәулеттің даже реакциясын түсінген жоқпын. Өйткені даже Аида уже жылап, кәдімгідей ентігіп кетіп бара жатқан кезде, пока Аида құламағанша, Нұрдәулет орнынан даже тұруды да жөн көрген жоқ қой. Это уже какая-то наглость па, әбден сезімге сеніп алу или что это? Және жарнамадағы Нұрдәулеттің сөздерін еске түсірсек, я Аидаға айтқан, я мен жайлы біраз ақпарат бар. Сен дайын бол деген дүниені, яғни тіпті жасыруға тырыспады, жігіт барлығын ашығынан мойындап тұр. Демек, бұл жерде алдап жүрген Нұрдәулет. Диана ханым, менің ойымша ол сөйлескен бәрі кеше болды деп ойлаймын мен. Себебі кеше ғана ол екеуі пранк қой. Пранк екеуін Нұрдәулет білмеді да, сол себепті ұрсып қалған соң бір эмоциямен жазды деп ойлаймын да ана қызға. Сол себепті болған сияқты менің ойымша. Жоқ, даже если ол деген, например, ұрсып қалған жағдайда болса да, каждый раз ұрысқан сайын сондай нәрселер қайталана береді ме? Негізінде ойлап қарасақ, Қырғызстанға Аида кетеді, Нұрдәулетте сондай нәрселер басталады. Міне айтпақшы, өте орынды пікір. Қырғызстанға кеткен сайын осындай бір қыздармен сөйлесу, хат алмасу пайда бола береді. Әлде өзін Нұрдәулет жалғыз сезініп қала ма қызбен сөйлеспесе? Нұрдәулет? Диана ханым түсіндіре кетейін. Бұл қыз өз жазған негізінде бұл жерде біраз перепискалар өшірілген. Мен жауап бергенім, біздің Аида екеуміздің ортамызда проблемалар болған. Бірақ біз бұл жерде айтқан жоқпыз. Оны сіздер де білесіздер, сіз өзіңіз айтқансыздар, бір айтылмай қалған әңгімелер бар сияқты деп. Мен сол кезде айтпай қалғам. Мен сол кезде ашуланып, осылай жазылады ғой мысалы. Мен білемін деп отырған бұл жерде мен туралы ақпарат көп деп айтқан емес. Диана ханым, мен бұл жерде отырғаныма 8 ай болды ма? 8 ай болмаған бірде-бір ақпарат келмеген. Мен именно осы ақпаратты білем. Мен осы келетінін де біліп тұрғам. Менде басқа мүлдем ақпарат жоқ. Бұл ақпарат шығып отыр. Бұл ақпарат және де осы жерде біраз жігіттерге келген. Мен шынымен Инстаграм полный қаратқыза алам. Менде ешқандай ондай не жоқ. Бірақ мына қыз жарайды, мүмкін бір әзіл мақсатында сөйлескен шығарсыздар, қалжыңдап болсын, бірақ басқа бір қыз тағы бар ғой. Өзіңіз білесіз, өткен жолы сол шықпай қалған әңгіме. Оны Аида білет, оны біз білеміз. Өткен жолы шықпай қалған әңгіме, басқа қыз. Басқа қыз. Диана ханым, ондай. Біз танитын қыз. Сонда көңіл құлазған сәтте